Қайырлы күн, достар. Алдыңғы сабақта біз жауапкершілік жайында айттық. Жауапкершілікке біз өзіміздің өмірімізді алмайтын болсақ, біз ұзақ уақытқа дейін мақсатымызға жете алмаймыз. Арман мақсаттарымыз сол күйінде және арман болып қала беретін болады деп айттым. Енді біз энергия жайында да айттық алдыңғы сабақта. Энергиямызды біз оңды солды шашатын болсақ, біз энергия таусылып өмірге деген құштарлығымыз жоғалады дедім. Енді сол энергияны кетіретін бүгін негативті эмоцияны жайында айта отырмын. Негативті эмоциялар позитивті және негативті болып бөлінеді. Сол негативті эмоция біздің өмірімізді улайды екен, өмірімізге қандай да бір ауруларды тудырады екен. Сол үшін біз бойымыздағы негативті эмоцияны тауып алып трансформациялауымыз керек. Мен алдынан бері айтып отырмын, жүрек дегеніміз ол түйсікке жүректен келетін белгі. Түйсік, біз түйсігімізбен байланысқа шығу үнемі байланыстамыз, бірақ оны шын мәнінде білмейді екенбіз. Біз өзіміздің сыртқа назарды аударып, және елдерді талқылау барысында біз өзіміздің ішкі жан дүниемізбен жаңағындай сырласа да алмаймыз. Ішкі жан дүниемізді былайша айтқанда бала күнімізден бастап ұмыттып, алшақтап түбінде біз өзімізді жоғалттық екен деп ойлаймыз екен. Негізінде ол жоғалтпаймыз. Бізде ішкі түйсігімізде бәрі орнында тұрады. Біз оны назарымызды басқа жаққа аударып, елге аударамыз да біз өзімізбен байланысты ұмытамыз, өзіміз дамытуды ұмытамыз екен. Енді бізде мысалы үйге біреумен ұрсысатын болсақ, или бір ситуацияда біреумен ұрсысқан емес, наразылық тудырса, біреу сөйлеген кезде, біреу іштей өзімізді ренжіш, ашу, ыза туындайтын болсақ, ол бізде қайта қуануымыз керек. Алладан келіп тұрған белгі. Өйткені мен қанша жыл өзіме жұмыс жасап жүрмін, сонда кейіннен бір белгілер шыға бастайды екен. Бұл қандай, өзің дамып келе жатқан кезде, бұл қандай белгі деп іштен сұрайсың, түйсіктен Алла тағала маған бұл арқылы қандай сабақ беріп жатыр деп ішкі жан дүниеңнен сұрасаң, осы шыға қалады. Медитацияның бәрі сол. Мен түйсіктен жәнегі сұрай қалам, сонда жауап шығады ең бірінші белгі. Біз түйсікпен қалай байланыста боламыз? Біз мысалы бір жерде үндемей отырған кезде денемізде бір діріл, бір ерекше сезім, бір ерекше бір сезім болады. Соны одан сайын ұлғайтып, өзімізді бақылау керек. Жақсы көру деген сырттан және өзімізді қарап отыру екен. Жақсы бақылау, жақсы жағыңды қарау, жақсылап сырттан қарап отыру, жақсы жағың болса соны ары қарай дамыту. Енді менде негативті сезім алда жол отбасымызда отырған кезде мен бір ұлымның как-то бір кірлегенін қаламайды екен, балаларымның кірлегенін. Бір жаман бір сезім пайда болды. Сосын ұлыма ұрса бастадым. Содан кейін ойладым, менде ішкі жан дүнием болып тұр ғой енді менде. Менде қандай өзіме жұмыс жасай бастадым, қандай Алла тағаладан белгі келді деп жерге барып отырағып түйсігіммен байланысқа шығып едім. Менде бала күнімде енді өте бәр психологтар айтады, адамда бала күні болмаса, онда адамда негативті және ойлар болмайтын еді. Бала күнде және орнайды екенде өмірі бақытты болатын еді деп айтады. Сонда негативті нәрсем көбі бала күнде орнайды екен. Ол содан кейін қандай ситуация болсын жұмыс істеп тұрады. Соған байланысты болсын, байланысты болмасын. Мен өзім басымнан өткен жағдай осы ұлыма ашуландым. Бұл не себептен десем, жәнегі 3 жасымда болған. Мен саналы түрде білмедім. Ішкі түйсігім солай деп айтып тұр. Менде не деп болыпты, жәнегі анамның жәнегі енді қызымыз ғой, несін прокладка салғанын көріп қойғам. Содан кейін өзімде салып алғам ғой, бірдеңе салып алуым керек. Сосын анам ұрысқан, эмоциямен ұрысқан ғой. Содан кейін қасымда апайым күлген бе, сондай бірдеңесі бар. Сосын мен өзіме әгіні алып қалыппын.
бұл жаман нәрсе, менің ішкі жан дүнием кірленді деп өзімді кінәлау сезімі. И сондай мен кірледім деген. Соң қаламай тұрам былай үйгірле қалса да нервім ойнайды. Балаларымды сол менде реально таза тұру керек бар. Әйтпесе мен өзім сол ситуацияны еске алады екен. Сонан бұл маған қандай сабақ берді деп ішкі жан дүниемнен сұрасам, таза жүруді қалайды екен. Сон енді осы түйсікпен жұмыс жасауды сіздерге үйретейін деп отырмын қазір. Енді өзімнің өмірімде көрген нелер ғой, жұмыс жасайтқан, өзімде көмектескен нәрсемен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл дегенім, және тыныш жерге отырасыз деп мұрынмен демді аламыз, деп мына иықты көтермейміз, деп демді алған кезде іш сыртқа шығады, демді шығарған кезде ішке кіру керек былайынан. Сонда иықты көтермей дем аламыз. Біз негізі демді алып шығарғанның өзін дұрыс жасамайды екенбіз. Демді дұрыс алып шығарсаңыз, және өзіңіздің бойыңызда бір діріл пайда болып, жүрегіңіз бір неметеде, жүректі тыңдап үйреніңіз. Осылай 1-2 секунд тыныш отырсаңыз жаңағы, или көзіңізді жұмыңыз, көзіңізді ашып отырдыңыз, маңызды емес, бір сезім пайда болады, соны бақылап жәнегі ішкі түйсікпен осы байланысқа шығуға болады. Мен бұл ситуацияны қай уақытта туындадым деп ең бірінші ой сол кезде және демді алып шығарғаннан кейін келген ой, осының түйсігіңізден пайда болады. Діріл деп бір жақсы сезім или жаман сезім болса, бұл сол кезде пайда болған. Неше жасымда екен, қай ситуация бәрін біліп алғаннан кейін, кім туындады, соны бәрін біліп алғаннан кейін оны жәнегі позитивті неге ойға ауыстырасыз. Алла тағала маған бұл арқылы қандай түйін ой туындатты деп. Алла тағала сонда сізге жаңа ойыңды бәрін таза ұста деген. Осы екен ғой, деген кезде уже сізде трансформация жүреді. Көбі айта бермейді, осы бала кезімде осылай болған екен ғой десеңіз, трансформация жүреді. Содан кейін ойласаңыз, ол сіздің қай жеріңізде тұр. Менде арқамда және торсық сияқты болып арқамды жаулап алады. Арқамнан аурулар пайда болады екен. Сосын күн трансформацияладым. Бір қызығы сол бала күндегі сол ситуация менде талай аурударды туғызған екен женский жақтан. Және өзімді әйел екен қыз ретінде сол 3 жасымнан бастап жоғалта бастаған екен. Содан жәнегі женский ауруларымды тауып соны кетірген кезде, осы екен ғой деп қана ойлайсыз. Сонда ол уже трансформация жүреді. Трансформация деген не екенде білмейтін адамдар бар, білетін адамдар да бар, білмейтін адамдар да бар. Сол кезде ол ауруыңыз біртіндеп кетеді. Торсығым менің 2-ге бөлінді деп ойша қиялға бересіз, ешқандай қуып кетпейсіз, өзіңіз сеніп деп кәдімгі қиялды жібересіз ғой денеңізде. Өйткені біз бар ғой, сол оң қолмен жұмыс жасаймыз, жазу жасамыз, бала күнімізде бізде неме болмайды. Бала күнімізде бізде сол жақпен жұмыс жасайды, суреттер көреді, фантастика кинолар көреді, олардың оң жақ милары дамыған. Бізде сол жақ миымыз, ана жол мидың бөлігін айтып кеткенмен, сол жақ миымыз дамыған, өйткені сол жақпен жазу жасамызда бізде қиялдау деген нәрсе жүрмейді. Біз сонан кейін ештеңені қиялдай алмағаннан кейін жетістіктерге бір сауда жасау, бізде жаңа мақсаттар қою бізде болмайды. Өйткені біз фантастика деген дұрыс емес, сурет салма, сабағын қара, сабағыңды оқы дегеннен оң жақпен жұмыс жасай беріп, бізде 2 мидың арасында байланыс жоғалған деп ана жол айттым. Көрдіңіз бе, бала деген жаман жақсы дегенді біледі, 4-5 жасқа дейін қой сойыңды біледі, бірақ та бала өзіне алып қалады. Не болмаса, анадам жақсы, мен жақсы, анадам ұрысты, ол адам жаман, мен жаманмын, өйткені менің іс-әрекетім жаман демейді, мен жаманмын деп қабылдайды. Болды.
оларда іс-әрекеттің дұрыс емес екендігін біз айтпаймыз. Сол себептен олар жаңағы өзіне алып қалады, өмір бақи ол және блок деп айтып жүретін сол қалыптасып қалады балада. Біз когда іс-әрекетің дұрыс емес деген кезде бала өзін жаман деп қабылдамайды екен. Сенің кешірім сұраймын балам, сен осылай дұрыс жасамадың, сенің іс-әрекетің дұрыс болмады деп айтқанда ғана бала өзіне қабылдамайды екен. Мен мысалы екі балам төбелесе ме, екеуінен сұраймын, содан кейін кімнің іс-әрекеті дұрыс болмай тұр, кешірім сұра, сенің іс-әрекетің дұрыс болмай тұр деймін. Сонда сен жамансың, сен қой, сен өйтіп істеме дедім ба, болды, мен жаманмын деп қабылдайды. Сенің іс-әрекетің дұрыс емес балам, осылай да осылай деп айтқанда екі баланың арасында да жәнегі біріне бірін жек көрушілікті болдырмайсыз, және де ол бала өзінде жаманмын деп ойламайды. Сізді де жек көріп қалуы мүмкін. Сіз басса ұрса кетіп, сен неге бүйттің, сен неге сөйттің деп ұрса жөнелсеңіз, ол дұрыс тәрбие емес. Енді ол тәрбиеге байланысты өте ауқымды нәрсе, бір қазір оны талқылай салуға болмайды. Дегенмен осы ең бірінші сізде болып жатқан нәрсенің бәрі тек өзіңізге байланысты. Сіз біреуге ренжисіз ба? Осы сіздің ойыңыз, ол адамның ешқандай қатысы жоқ. Өйткені ой сіздікі болып тұр. Сіздің арам ойыңыз болып тұр. Сондықтан Алла тағала сізді өзіңізбен жұмыс жаса деп айтып отыр. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың жақсылық көрсең өзіңнен, жамандық көрсең өзімнен деп айтатын тақпағы өлеңі бар сондай. Сол өлеңі мысалы тегін емес, бәрі айтатындар, Шәкәрім Құдайбердиевтің де, Абай Құнанбаевтың бәрін өзіңмен жұмыс жаса деген осы екен. Адам өзімен жұмыс жасау ол оңай емес. Сондықтан көп жылдар керек. Мысалы қазірден бастап өзіңізбен жұмыс жасасаңыз, ол сізді қазір көрмейсіз оның жемісін. Қазір мен айтып отырғанда сіз не айтып отыр деуіңіз мүмкін. Бірақ бұл нәрсе келешекте сіз естіп, тыңдап, оқып, үйреніп, кітаптан ізденіп оқитын болсаңыз, ол ертеңгі күніңізге жасаған бір жақсылығыңыз. Бұл 1 жылдан кейін ба, 6 айдан кейін ба, мен білмеймін, 3-4 жылдан кейін ба бұл жемісін көресіз. Сондықтан өзіңізден бастап, бүгіннен бастап өзіңізді дамытуға, кітаптар оқуға, өзіңізді мінезіңізді жақсартуға, жер бесіктен тал бесікке дейін білім алып өзіңізді дамытып отырмасаңыз, сіз сасыған су сияқты бір ыдыста тұрған секілді саси бересіз. Не болса да өзіңіздің ішкі жан дүниеңізден істеу керек. Егер де менің ақпаратым ұнаған болса, маған подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видео сабақты жібермей көретін боласыз.